Сәлем қыздар, сіздермен бірге бота фитнес. Бүгін біз сіздермен сколиозға арналған жалпы жаттығуларды жасайтын боламыз. Олар біздің арқамыздың бұлшық еттерін қатайтып, омыртқамызды тұрақтандыруға көмектеседі. Ендеше кеттік. Ең әуелі біз демімізді дұрыстап аламыз. Диафрагмальды тыныс. Бір қолымыз ішімізде, бір қолымыз кеудеде. Демді алу барысында ішіміз сыртқа шығады, кеудеміз қозғалмайды. Демді шығару барысында ішіміз ішке қарай кіреді. Кеуде еш қозғалмайды. Қыздар, кеттік. Мұрынмен дем аламыз, ауызбен демді шығарамыз. Соңғы 4-ші рет. Осы диафрагмальды тынысты жасау барысында менің ұйқым келеді, себебі алдыңғы сабақтарда айтқанымдай, диафрагмальды тыныс ол біздің парасимпатикалық жүйке жүйемізді белсендендіріп, адамға тыныштық қалпын сыйлайды. Көңілімізді орнымызға түсіреді. Сондықтан бір үрей немесе уайым болған кезде диафрагмальды тыныстың пайдасы өте зор. Тамаша, дем алдық. Енді қыздар, алғашқы жаттығуымызды бастаймыз. Осылайша түрікше отырып, бір қолымыз еденде, бір қолымызды жоғары көтереміз. Біздің жамбасымызға міне осылай перпендикуляр орналасуы керек. Кеттік. Бүйірге иілімдерді жасаймыз. Демді шығардық. Демді алдық. Омыртқамыз, арқамыздың аса жатпағы бұлшық еті, трапеция тәрізді бұлшық еті барлығы осы жаттығуда белсенді түрде созылады. Екі. Үш. Жаттығу тек рахат сезімін беру керек. 4. Соңғы рет. Созылу амплитудасын жоғарылату үшін қыздар, еденде тұрған қолыңызды шынтақтап бүгесіздер. Тамаша. Соңғы рет. Керемет. Енді екі қолымызды жоғары көтеріп, бүйірге денемізді айналдырамыз. Бір қолымыз артқа, бір қолымыз тіземізге тиеді. Кеттік. Денемізді айналдырдық. Хоп. Тамаша.
Дем аламыз. Тынысты үзбейміз. Соңғы рет. Тамаша. Енді еденге жатып, жаттығуымызды жалғастырамыз. Қазір сіздермен жамбасты көтеретін боламыз. Демді алу барысында жамбасымызды көтеріп, жамбас түбі бұлшық еттерін, онда орналасқан барлық мүшелерді хоп бүйтіп қысып ұстап отырамыз. 5 рет. Кеттік. Жоғарыда 3 секундтай ұстанып тұрамыз. Үш. 4. Соңғы рет. Қазір енді қыздар, біз осы жаттығуға қолымызды көтереміз. Қолымызды қосып, қолымызды жоғарылататын боламыз. Жамбасымызды көтердік, қолымызды жоғары қарай тік қалыпта создық. Жамбасымызды түсірдік. Көтердік. Қолымызды орнына келтірдік. Қарсы қолымызды көтердік. Жамбасты түсіреміз. Қолымызды орнына келтіреміз. Тамаша. Жамбасымызды түсірдік. Енді тіземізді құшақтап, екінші аяғымызды төмен түсіреміз. Қазір біз сіздермен аяғымызды осылайша көтеріп, осындай айналдырулар жасаймыз. 2, 3, әркім өз амплитудасын қарастырады. Егер де жасау қиын болатын болса, шеңбердің диаметрін азайтыңыз. 5, 6. Келесі жаққа. 1, 2, 3, 4, 5. Жамбас сүйегіңізді осылай ұстап тұрсаңыз болады. 6. Аяғымызды бүктіп, қыздар. Қарсы қолымызбен тіземізді ұстап, тіземіз жақта қолымызды кері бағыттап, міне осылайша денемізді айналдырамыз. Басымыз қарсы жақта. Бірнеше секунд. Мираси күлген естіліп жатыр. Тіземізді көтердік. Тағы бір құшақтадық. Орнына түсірдік. Келесі аяқ.
Тіземізді құшақтадық, жоғары көтердік, аяғымызды айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі жаққа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тіземізді құшақтадық, қарсы жаққа создық. Тамаша. Орнына келтірдік. Тіземізді құшақтадық. Екіншісін көтеріп, екі тіземізді құшақтап, ақырындап бүйірге жатып, басымызды қолымызбен тірейміз. Тіземіз бүгілген. Осылайша бір тіземізді жоғарыға қарай көтереміз. Бұл жаттығу барысында қыздар арқа бұлшықеттері мықты жұмыс жасайды. Себебі осы қалыпта өзін ұстап қалуға тырысады. Егер де қолыңызды қойып көрсеңіз, арқа бұлшықеттерін жиырылып, белсенді түрде жұмыс жасап жатқанын байқайсыз. Тағы да 3 рет. Тамаша. Енді орнымыздан тұрып, аяғымызды Z тәрізді қоямыз осылайша. Зигзаг тәрізді. Қазір сіздермен омыртқа жотасын тағы да созатын боламыз. Бүйірге кеттік. 1, 2, 3, жалпы осындай созу жаттығулары тек қана рахат сезімін береді. 4, 5, соңғы рет. Созамыз. Тамаша. Енді қарсы бүйірімізге жатып, 1, 2, 3. Бұл жаттығу барысында қыздар тек арқа бұлшықеттері ғана емес, сонымен қатар прессіміз де жұмыс жасайды. Тіземнің осылай ашу барысында жалпы тепе-теңдікті сақтап қалу үшін, денені түзу қалыпта ұстап тұру үшін арқа және де іш бұлшықеттері жұмыс жасайды. Тамаша. Сондай-ақ санын 4 басты бұлшықетінің жұмыс жасап жатқанын байқайсыз. Тамаша. Соңғы рет. Керемет. Енді осы қалыпта бүйірге еңкейеміз.
2, 3. Керемет. 4. Соңғы рет. Тамаша. Келесі жаттығу қыздар, ол мысық жаттығуы. Аяғымызды осылайша аяқтың ұшына салмаймыз. Қолымызбен иығымыз, тіземізбен жамбасымыз бір деңгейде. Қазір біз сіздермен құйымшақтан бастап бел кеуде мойын омыртқамызға дейін барлық бөлімдерді керіп шығамыз. Кеттік. 5 рет. Демді шығардық. Жоғарыға созамыз. Екі. 3. 4. Және соңғы рет. Тамаша. Енді келесі жаттығу. Диагональді түрде қолмен аяғымызды көтеру. Яғни, сол қолымыз жоғарыға барса, келесі оң аяғымызды жоғарыға көтереміз. Осылайша бірнеше секунд. Жайлап түсірдік. Келесі. Соңғы рет. Тамаша. Енді бала қалпын аламыз. Тамаша. Енді соңғы штейх. Алғашқы жаттығуға қайта ораламыз. Түрікше отырыс. Бір қолымыз еденде, екінші қолымыз жоғарыда. Бүйірге иілеміз.
келесі жаққа. Тамаша. Екі қолымызды жоғары көтеріп, денемізді айналдырамыз. Соңғы рет. Дем аламыз. Дем шығарамыз. Дем аламыз. Дем шығарамыз. Осындай жаттығулар комплексі қыздар жалпы сколиоздың түрлерінде қолданылады, және де арқа ауырсынуы, бел ауырсынуы кезінде оларды жоятын эффективті комплекстің бірі. Қолданыңыздар. Аман, сау болыңыздар.